Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін математика 3-ші сынып 82-ші сабағымызды бастаймыз. Алдымен видеоға лайк басып, каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар, я балалар. 82-ші сабақ тиімді есептеу үшін көбейтудің қасиеттерін пайдалану. Сәндік қолданбалы өнер. Сен тиімді есептеу үшін көбейту мен бөлудің қасиеттерін қолданып үйренесің. Бірінші есепке қарайық. Балалар сәндік қолданбалы бұйымдар жасайтын фабрикаға барды. Олар ұлттық кәдесыйларды қалай жасайтынын көрді. Балалар кәдесыйларды қораптарға санап салуға көмектесті. Оларға есептеу тәсілдерін түсіндіруіне көмектес. Есепке қарайғы 60 қосу 10. Жақшаның ішінде жақша жабылған бөлу 2. Енді бұл жерде біз бөлек-бөлек жақшаны ашып бөлеміз, я? Демек біз 60-ты 2-ге бөлеміз, 10-ды 2-ге бөлеміз. 60-ты 2-ге бөлгенде 30, 10-ды 2-ге бөлсек 5 шығады. 30-ға 5-ті қоссақ 35 шықты. 600 қосу 100 бөлу 2. 600-ді 2-ге бөлсек 300, 100-ді 2-ге бөлсек 50. 300-ге 50-ді қоссақ 350 шықты. Келесі 600 қосу 100, жақша жабылған бөлу 20. 600-ді 20-ға бөлсек 30, 100-ді 20-ға бөлсек 5, 30-ға 5-ті қоссақ 35 шығады. 70 бөлу 2. Енді біз бұны 10-ын бөліп аламыз, яғни 60 қыламыз. 60 бөлу 2 бізде 30 шығады, 10 бөлу 2, 5 шығады. Сонда 30-ға 5-ті қоссақ 35 болады. Келесі арғарай жалғастырамыз. 700 бөлу 2. Яғни біз 600 бөлу 2 дейміз. Қалған 100-ін бөлек бөліп аламыз. 100 бөлу 2 деп. 602-ге бөлсек 300, 102-ге бөлсек 50. Жалпы 30-ға 50-ді қоссақ 350 шығады. Келесі 700 бөлу 20, яғни біз 600 бөлу 20 деп жазамыз, қосу 100 бөлу 20 деп жазамыз, я? Енді 600-ді 20-ға бөлсек бізде 30, 100-ді 20-ға бөлсек 5, 30-ға 5-ті қоссақ 35 шығады. Екінші есепке қарайық, ауызша түсіндіре отырып есепте. 600 бөлу 5. Яғни біз 100-ін бөліп аламыз. 2 бөлікке бөліп, я? 500-ді бөлеміз 5-ке, бұл 100 болады. 100-ді бөлеміз 5-ке, 20 болады. Сонда жауабы 120 шығады. Келесі 500 бөлу 4, яғни 400 бөлу 4 дейміз. Қосу 100 бөлу 4 деп жазамыз. 400-ді 4-ке бөлсек 100 болады, 100-ді 4-ке бөлсек 25 болады. Жалпы жауабы 125 шығады. 90 бөлу 2. Яғни біз 80 бөлу 2 қосу 10 бөлу 2 деп аламыз. Сонда 80 мен 10-ның қосындысы міне мұна 90 саны. 82-ге бөлсек 40, 10-ды 2-ге бөлсек 5, жалпы жауабы 45 шықты. 500 бөлу 2. Біз аламыз 400 бен 100-ді. 400 бөлу 2 бізде 200, 100-ді 2-ге бөлсек 50 шығады. 200-ге 50-ді қоссақ 250 саны шығады. 900 бөлу 2. 800 бен 100-дің қосындысы 900 болады, я? 800 бөлу 2 дейміз. 400 шығады. 100 бөлу 2, 50 шығады. 400-ге 50-ді қоссақ 450 саны шығады. 900 бөлу 20. 800 бөлу 20 бізде 40, 100 бөлу 25. Яғни бізде 40 қосу 5, 45 саны шығады. Келесі бізде 700 бөлу 5, яғни біз 500 бөлу 5 және 200 бөлу 5 деп аламыз. Мұна 500 саны мен 200 санының қосындысы бізде 700 болады. 500-ді 5-ке бөлсек 100 болады, 200-ді 5-ке бөлсек 40 болады. 100-ге 40-ты қоссақ 140 саны шығады. 300 бөлу 20. Біз бұл жерде 200 бен 100-дің қосындысы 300 болады. Енді біз жазамыз 200 бөлу 20 10 болады.
100 бөлу 25 болады. 10-ды 5-ке қостақ 15 саны шығады. Үшінші есеп салыстыр. 502-ге бөлсек 250, 1000-ды 4-ке бөлсек 250, демек тең екен. Келесі 900 бөлу 2 450, 700 бөлу 50 бұл 14 болады. Демек бізде 450 үлкен екен. Келесі 70 бөлу 5 бұл 14 болады. 350-ге бөлсек бұл жерде 6 болады. Демек бізде 14 саны үлкен болады екен. Төртінші есеп. Есеп бойынша өрнек құрып, оны шығар. Музейге 40 қыз және 30 ұл барды. Олар теңдей бөліп, 2 автобусқа отырғызды. Әр автобусқа қанша баладан отырғызды? Яғни біз берілген жазуымыз керек. Барды 40 қыз, 30 ұл. Отырғызды 2 автобусқа теңдей бөліп, әр автобуста қанша баладан отырды? Біз соны табуымыз керек. Шешуі, біз жалпы ұл мен қыз қанша бала екен қосамыз және 2 автобусқа бөліп аламыз. 40-қа 30-ды қоссақ 70. 70-ті 2-ге бөлеміз, сонда 35 баладан болады екен. Жауабы әр автобусқа 35 баладан отырды. Бесінші есеп. Есепті шығар. Есептің сұрағына жауап беру үшін қандай мәліметтер саған қажет емес екенін анықта. Марат өнер мектебінде аптасына 45 минут 2 рет 90 минуттан 3 рет сабақ оқиды. Ол тағы аптасына 2 рет 60 минуттан хауызға да жүзеді. Марат өнер мектебінде аптасына неше сағат сабақ оқиды? Жауабын сағатпен және минутпен өрнекте. Бұл жерде бізге хауызға барады 2 реттен 60 минуттан хауызда жүзеді. Бұл бізге керек емес. Біз жазамыз берілгенін 45 минут 2 рет 45 минуттан 90 минуттан 3 рет сабақ оқиды. Енді біз жалпы қанша аптасына қанша рет сабақ оқитынын табуымыз керек. Ол үшін 45-ті 2-ге көбейтеміз. 45 минутты 2 ретке көбейтеміз. Сонда 90 минут болады. Сағатқа айландырсақ, бұл жерде 1 сағат 30 минут бар екен. Келесі 90 минуттан 3 рет сабақ оқиды. 90-ды 3-ке көбейтеміз. 270 минут болады. Бұл дегеніміз 4 сағат 30 минут екен. Енді барлығын қосып табуымыз керек. Қанша сағат минут екенін. Сонда 1 сағат 30 минутты қосамыз 4 сағат 30 минутқа. Бізде сонда 5 сағат 60 минут шығады. 60 минут бұл 1 сағат. Яғни 1 сағат 60 минут бар. Сонда бізде жалпы 6 сағат болады. Жауабы 6 сағат сабақ оқиды. Алтыншы есеп. Есепті әртүрлі тәсілмен шығар. Балаларға арналған пойызға отыруға 30 қыз және 40 ұл келді. Әр вагонға 10 баладан отырды. Балалар қанша вагонға отырды? Есепті шығарудың 2 тәсілін түсіндір дейді. Бірінші тәсілі және екінші тәсілмен. Біз берілген жазайық. Келді 30 қыз, 40 ұл. Әр вагонда 10 баладан отырғызылды. Сонда бізде жалпы қанша вагон екен табуымыз керек. Және бірінші тәсілге қарайғы. Бірінші тәсілмен есепті шығарайық. Барлығы қанша бала келді? Яғни бізде 30 қыз, 40 ұл, 70 бала барлығы. Енді олар қанша вагонға отырды? 70-ті бөлеміз 10-ға, яғни 10 баладан отырды. Әр вагонға 10-ға бөлеміз. Сонда 7 вагон болады. Енді екінші тәсілмен шығарайық. Біріншісі, міне қыздар қанша вагонға отырды? Яғни бізде 30 қыз бар. Әр вагонда 10 баладан отырғандықтан 10-ға бөлеміз. Сонда 3 вагон қыздар болады. Ал енді екінші қарайтын болсақ, ұл балалар қанша вагонға отырды? Бізде 40 ұл бар. Әр вагонға
10 баладан отырғандықтан 10-ға бөлеміз, сонда ұлдар 4 вагонға отырған екен. Үшінші, барлығы қанша вагонға отырды? Демек, бізде қыздар 3 вагонға отырды, ұлдар 4 вагонға отырды. Екеуін қосқан кезде 7 вагонға отырды. Жауабы барлығы 7 вагонға отырды. Жетінші есепті А нұсқасына қарайық. Сенде 24 шоколад пен 30 мұз кәмпит бар. Барлық кәмпитті теңдей бөліп 6 қорапқа салуың керек. Әр қорапқа неше кәмпиттен саласың? Берілген жазайын: шоколад 24, мұз кәмпит 30 салынды 6 қорапқа теңдейі. Әр қорапқа қанша кәмпиттен салынды? Біз соны табуымыз керек. Бізде шоколад пен мұз кәмпитті қосып қанша екенін табамыз, сосын 6 қорапқа бөлеміз. Демек, 24-ті қосамыз, 30-ға 54 шықты, бөлеміз 6-ға 9 шықты. Немесе екінші тәсілмен шығарамыз, бөлек бізде, мысал үшін 24 бұл шоколад, бөлеміз 6-ға, қосу, мұз кәмпит 30, оны 6-ға бөлеміз, сонда 24-ті 6-ға бөлсек 4, 30-ды 6-ға бөлсек 5 болады. 4-ке 5-ті қосамыз, бұл сонда да 9 шықты. Екі тәсілмен шығардық, жауабы 9 шықты. Әр қорапқа 9 кәмпит салынады. Енді Ә нұсқасына қарайық. Шешуі осындай болатын есеп ойластыр. Шешуін төмендегі тәсілдермен бірімен жазып өрнек құрастыр дейді. Ә нұсқасына қарайық. Бізде мына жерде берілген тәсілі берілген, яғни жақшаның ішіне екеуін қосып санға бөлеміз, немесе жақшаның ішіндегі санды бөлек-бөлек бөліп қосамыз. Енді берілген жазайық. Математика 10 кітап, қазақ тілі 20 кітап қойылды теңдей 5 сөреге. Әр сөреге қанша кітаптан келді, біз соны жазуымыз керек, шығаруымыз керек. Шешуі дейміз, 15 қосу 20, яғни математика бізде бұл жерде, мына жерде қате кетіпті, кешірім сұраймын. Яғни бұл жерге 15 деп жазайық. Математика 15 кітап, қазақ тілі 20 кітап қойылды 5 сөреге. Әр сөреге қанша кітаптан түседі, біз соны табуымыз керек. Яғни біз математика 15 кітаппен қазақ тілі кітабын қосамыз, 35 болады, бөлеміз 5 сөреге, сонда әр сөреге 7 кітаптан қойылады екен. Енді екінші тәсілмен, мына тәсілмен шығарайық. 15 математика кітапты 5-ке бөлеміз, яғни 5 сөре. Содан кейін қазақ тілі 20 кітап 5 сөреге бөлеміз. 15-ті 5-ке бөлсек 3, 20-ны 5-ке бөлсек 4 болады. 3-ті 4-ке қосқанда 7 кітаптан түседі екен. Жауабы әр сөреге 7 кітаптан қойылды. 8-ші есепте. Бұл бізде соңғы есебіміз, 658 қосу 174, 832 шықты. 217 қосу 361, 578 шығады. 1000 азайту 65, 935 шықты. 456 азайту 321, 135 саны шықты. 574 қосу 254, 828 саны шықты. 237 қосу 343, 580 саны шықты. 789 азайту 654, 135 саны шықты. 789 азайту 98, 691 саны шықты. Видео ұнаса лайк басып кетіңіздер. Каналымды жоғалтып алмас үшін тіркелуді ұмытпаңыздар. Осымен бүгінгі 82-ші сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.